Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін осындай фрикадельки с овощами жасайтын боламыз. Ол үшін бізге көкөністер және фарш қажет болады. Барлық көкөністерімізді ашып тазалап жуып, осылай тураймыз. Каналға жазылуды, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осылай пиязымызды майдалап турап, фаршқа қосып, бір жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып, домалақ етіп, фрикадельки жасайтын боламыз. Бұл тамақты мужской тамақ десек те болады, детский тамақ десек те болады. Балаларыңызға да, күйеуіңізге де, үйдегілер, отбасы мүшелеріңізге де ұнайтын сөзсіз. Енді қызып тұрған майымызға фрикаделькиларымызды салып, екі жағын қызартып, жақсылап осылай видеодағыдай қуырып алатын боламыз. Қуырып, жаңағы бөлек ыдысқа алып қоямыз. Енді майымызды өшіріп, көкөністерімізді тураймыз. Сәбізімізді, барлық заттарымызды осылай ірі-ірі етіп тураймыз. Каналға жазылып, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді жаңағы майымызды төкпейміз. Сол майымызға бірінші сәбізімізді қуырамыз қызартып, сонан соң пиязымызды, картошкамызды салып, барлығын қызартып, жақсылап қуыратын боламыз. Ең соңында фрикаделькимізді салып, араластырмай, бір стакан су құйып, 30-35 минутқа демдеп қоямыз. Міне, асымыз дайын болды. Балалар да сүйсініп жейді. Отбасы мүшелеріңізге де ұнайтыны анық. Дастарханға әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ас болсын, жасап көріңіздер. Бәріне ұнайтыны сөзсіз.